Сәлем достар, міне Алакөл жерінен баршаңызға сәлемді беріп тұрмын. Ем шипасы мол, Балқаштан кейінгі үлкен көлдердің бірі. Қараңыздар қандай керемет. Бұл Алакөлге 15 өзен құяды екен. Мына батыс жағына қарасаңыздар, Жоңғар Алатауы, Тарбағатай сілемдерімен жалғасады. Бұл жағында Тоқта деген тау бар. Ол кезінде Асанғай 15 ғасырда өткен кезде көлді көріп Тоқта деген, сол себептен Тоқта деп аталыпты. Оның басқа версиясы да бар. Асанғай 15 ғасырда осы жерге келген кезде былай деген екен: қасиетті берекелі көл екен мынау деп, бірақ ар жағынан қан көріп тұрмын деп. Оның айтқан себебі де дұрыс келді. Кезінде Шыңғысхан шайқастан киносында әскерін алып емдейтін. Жоңғармен шапқыншылық кезінде осы жерлерде шайқастар болды. Қабанбай батыр өзінің жараланған әскерлерін әкеліп осында жатқызып емдейді дейді. Міне кейіннен 1959 жылы Қытай мен КСРО-ның қақтығысында лазер қолданған кезде Жалаңашкөлде ол жерде қақтығыс болды. Міне сол себептен Асанғайғының айтқаны рас келіп отыр. Шында да берекелі, киелі орын. Былай қарасаңыздар, қараңыздар, қаншама адамдар ем іздеп келеді. Алакөл күн сияқты, бәріне бірдей, жылуында, суында, емінде ешкімді ала алмай бәріне береді. Өзі Алакөл деген атаудың өзі екі вариантта жүреді. Шында да қарап отырсаңыздар, алыстан ала болып көрінеді, әртүрлі мотивта. Екіншісі 7 ғасырда түрік қағанаты кезінде Ала деген ұлы көл деп атаған деп айтады.